Сәлем достар, біз үй жағдайында бүгін екі ақ заттан жасалатын мороженое жасайтын боламыз. Бізге алдымен сүтімізді құйып аламыз. Піскен сүт салқын күйінде болу керек. Және магазиннен мороженое деген порошок бар, сол клубникасын таңдадым мен. Сіздерде басқа түрін таңдасаңыздар болады. Клубникамен өте дәмді болып шығады екен. Миксердің көмегімен жақсылап араластырып, қоюланғанша араластыруымыз қажет. Және шоколадный қылып жасайтын болсаңыздар, алдымен шоколадты бокалға жақсылап жағып аламыз. Және дайын болған мороженемізді қалпына құйып шығамыз. Осылай құйып болған соң таяқшасын салып қоямыз. Және шоколадныйдың үстіне мороженемізді құйып шығатын боламыз. Мінекей, ұнаса лайк басып, подписацияны басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Рахмет, ас болсын.